Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді жылқының етінен қуырдақ жасайтын боламыз. Алдымен етімізді осылай жақсылап, орташа көлемде турап аламыз. Енді турап алған етіміздің барлығын ыдысымызға саламыз. Жаңа сойылған ет болғандықтан әлі тұздары сіңбеген. Сол үшін үстіне жақсылап тұзымызды себеміз және оның үстіне қара бұрыш және бір тілше сарымсағымызды майдалап турап, оны да үстіне салып, жақсылап араластырып, жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді қызып тұрған қазанымызға осы жылқы етінің өзінің іш майына қуыратын боламыз. Іш майын осылай жақсылап турап аламыз. Турап қызып тұрған қазанға саламыз. Және оның үстіне жаңағы тураған етімізді саламыз. Ешқандай май қоспаймыз. Осы өзінің майына жасайтын боламыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Және оның үстіне пиязымызды турап салып, үстіне салып, жақсылап оны араластырамыз. Міне біздің қуырдағымыз осылай өзінің майына жақсылап қуырылады. Енді оның үстіне бауырымызды саламыз. Бауырымыз тез пісетіндіктен оны кейіндеу саламыз. Жақсылап араластырып, оның үстіне тураған картошкамызды салып, сәл-сәл араластырып, бетін жауып, демдеп қоямыз. Сонда біздің қуырдағымыз өте дәмді болып пісіп шығады. Міне сонымен біздің қуырдағымыз да дайын болды. Есі қандай керемет, өте дәмді болды деген ойдамын. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне енді қуырдағымыздың бетіне қалауымызша көк шөп, пиязымызды салып, осылай келген қонақтарымызға ұсына берсек болады. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.